Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 93-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны да басып, біздің арнамызға жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан математика сабақтарының барлық жауаптары шығып отыратын болады. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептеу, қорытындылау, театр. Сен есептеудің үйренген тәсілдерін қолданатын боласың. Яғни балалар, бүгін біз қорытынды сабақтарды өтетін боламыз. Нөмір 1-ші есеп. Өрнектердің мәнін тауып, балалардың қайсы театрдағы қандай қойылым түріне баруды ұнататынын анықта дейді. Балалар, мына жерде көріп тұрғандарындай, театрдың қандай қойылым түрлері бар, яғни балет, драма, опера, пантомима, қуыршақ театр деген сияқты берілген театрдың түрлері. Енді осылардың астында жазылып тұрған есептерге байланысты біз мысалы 7 көбейту жақша ішінде 120 бөлу 40 деп тұр. Осы есепті шығару арқылы бізде астында Мұрат, Балжан, Сәуле, Жазира, Асқар дегеннің қайсысы қандай қойылымға баратынын, қойылым түріне баратынын біз анықтайтын боламыз. Мысалға, біріншісін мен сендерге көрсетейін. Мысалы, балетке 7 көбейту жақша ішінде 120 бөлінген 40 дейді. Тең 7 көбейту 120-ны 40-қа бөлсек, бізде 3 шығады. Яғни 7-ге көбейтеміз 3-ті, бізде 21 шығады. Ал 21 санында бізде балалар Сәуле тұр. Яғни балетке Сәуле барады екен. Келесі драма. Драма жақша ішінде 850 азайтылған 650 жақша жабылған бөлінген 5. Бірінші балалар жақшаның ішіндегіні орындаймыз. 850 азайтылған 650 бұл бізде 200-ге тең екен балалар. Оны бөлеміз 5-ке, 40-қа тең болады екен. 40 бізде балалар Балжан, яғни драмаға Балжан барады екен. Келесі опера. Операда бізде балалар 500 азайтылған 303 бөлінген 3 дейді. Тең. Бірінші балалар бізде өздерің білетіндей бөлу амалы бірінші орындалады. Яғни 303-ті біз 3-ке бөлгенде бізде 101 деген сан шығады екен. Енді осы 500-ден 101 санын азайтып тастаймыз. Сонда бізде балалар 399 деген сан шығады. Яғни операға бізде балалар Жазира барады екен. Енді келесі бізде балалар пантомима. Бұның есебі жақша ішінде 540 қосылған 120, жақша жабылған бөлінген 6. Тең балалар 540-қа 120-ны қосып аламыз. Бірінші, бұл бізде 660-қа тең екен. Енді 660-ты біз 6-ға бөлсек, бізде 110 деген сан шығады екен. Бізде балалар 110 деген сан Асқар, яғни пантомимаға бізде Асқар барады екен. Келесі қуыршақ театры. Қуыршақ театрында бізде балалар жақша ішінде 650 азайтылған 320, жақша жабылған бөлінген 30 деген есеп беріліп тұр. Бұл жерде де балалар бірінші жақшаның ішіндегіні бірінші орындаймыз. 650-ден 320-ны азайтсақ, бізде 330 деген сан қалады. Енді осы 330-ды біз 30-ға бөлетін болсақ, бізде 11 деген сан шығады. Яғни балалар 11 деген сан бізде Мұратта тұр. Яғни қуыршақ театрына Мұрат барады деген сөз балалар. Келесі бізде балалар екінші есеп теңдеулерді шеш дейді. Яғни балалар бұл жерде бізде 2 теңдеу берілген. Сол 2 теңдеуді шығарайық. Бірінші бізде x көбейтілген 3 тең 1000 азайтылған 340 дейді. Енді балалар бірінші x көбейтілген 3 деп жазамыз. Тең 1000-нан 340-ты азайтсақ, бізде балалар 660 қалады. Яғни x көбейтілген 3 тең 660 деп жазып аламыз. Одан кейін балалар x тең, яғни бұл жерде балалар x-тің орнын табу үшін, яғни x қандай сан екен білу үшін, біз осы тұрған 660-ты біз мына 3 санына бөледі екенбіз. Енді x-ті табу үшін біз 660-ты 3-ке бөлдік. X-тің мәні бізде 220-ға тең болды. Енді балалар осы 220-ны мына тұрған x-тің орнына қойып, қайтадан есептеп көрейік. Екі жағы тең екен. Яғни 220 көбейтілген 3 тең 1000 азайтылған 340 дейді. Яғни балалар 220-ны 3-ке көбейтсек 660 болады. 1000-нан 340-ты азайтқанда 660 шығады. Яғни екі жағы тең деген сөз. Бұл теңдеу дұрыс шықты деген сөз. Енді келесі бізде екінші теңдеу. X бөлінген 40 тең 36 бөлінген 18. Бұл жерде де балалар X бөлінген 40 тең деп жазамыз. Яғни 36 бөлінген 18 бізде балалар 2-ге тең екен. Өстіп қысқартып аламыз. Енді
Енді балалар, мына жердегі x-тің орнын табу үшін біз балалар мына тұрған 40-ты 2-ге көбейтеді екенбіз. Сонда балалар 40-ты 2-ге көбейткенде x-тің мәні 80-ге тең болады екен. Енді осы 80-ді мына тұрған x-тің орнына қойып жазып көрейік, яғни теңдік дұрыс шықты ма? 80-ді біз 40-қа бөлсек балалар 2 шығады, тең 36-ны мына тұрған 18-ге бөлетін болсақ, бұл жағында да 2 шығады. Яғни балалар екі жағы тең болып тұр, теңдеу дұрыс шықты деген сөз. Келесі бізде балалар үшінші есеп мысалдарды есептеп, жауаптарын сандықтан тап деп тұр. Яғни балалар, мысалы 18 көбейтілген 2 дейді. Бұның жауабы мына сандықта бар екен, осыған қарап біз есепті шығарамыз. Бірінші бізде балалар 18 көбейтілген 2, бұл бізде 36-ға тең екен балалар. 36 мына жерде сандықта тұр. Келесі 60 көбейтілген 5, бұл бізде 300-ге тең екен балалар. 300 бізде сандықта міне 4-ші болып тұр, Келесі 17 көбейтілген 3. 17 көбейтілген 3 бізде 51-ге тең екен. Яғни балалар сандықтың ішінде міне екінші қатарда тұр, 51. Келесі 550 бөлінген 5 бізде 110-ға тең екен. 110 мына жерде сандықта тұр, Келесі 140 бөлінген 7. Бұл бізде балалар 20-ға тең екен, сандықта міне үшінші болып тұр, бірінші қатарда. Келесі 440 бөлінген 20, бұл бізде балалар 22-ге тең екен. 22 бізде балалар үшінші қатарда тұр екен, сандықта. Келесі 808 бөлінген 4, бұл бізде балалар 202-ге тең, 202 бізде балалар сандықта екінші қатарда соңғы тұр, Келесі 306 бөлінген 3, бұл бізде балалар 102-ге тең екен. 102 бізде балалар мына жерде тұр, екінші қатарда. Келесі 420 бөлінген 2 дейді. Бұл бізде балалар 210-ға тең, 210-ға тең. Енді бұл жерде бізде балалар 210 сандықтың ішінде ең бірінші болып көрсетіліп тұр екен. Келесі 999 бөлінген 3, бұл бізде балалар 333-ке тең екен, 333 бізде балалар үшінші қатарда екінші болып тұр екен балалар сандықтың ішінде. Келесі 369 бөлінген 3 дейді. Бұл бізде балалар 123-ке тең екен. 123 бізде балалар сандықта ең соңғы болып тұр екен, үшінші қатарда ең соңғы тұр екен. Келесі бізде балалар соңғысы 482 бөлінген 2. Бұл бізде балалар 241-ге тең екен. 241 бізде балалар міне үшінші қатарда жазылып тұр екен, сандықтың ішінде. Осылай балалар дәптерімізге жазып аламыз. Келесі бізде балалар төртінші есепті шығар дейді. Бізде мектептің 485 оқушысы театрға барды дейді. Қуыршақ театрына 130 оқушы барса, опера және балет театрына одан 2 есе артық оқушы барды дейді. Қалғандары драма театрындағы қойылымды көрді дейді. Драма театрына қанша оқушы барды дейді. Енді балалар біз бірінші берілген жазып алайық. Мысалы бізде балалар берілгенде барлығы бізде 485 оқушы барды, яғни 485 оқушы барды. Ал қуыршақ театрына бізде 130 оқушы барған екен. Опера және балет театрына бізде қуыршақ театрына қарағанда, мынаған қарағанда 2 есе артық барған екен, балалар. Енді бізге балалар бұл жерден драма театрына қанша оқушы барғанын табуымыз керекпіз. Ол үшін біз балалар шешуінде былай жазамыз. Бірінші, бізге опера және балет театрына қанша оқушы барғанын нақты біліп алуымыз керекпіз. Яғни ол бізде балалар опера және балет театрына қуыршақ театрына қарағанда 2 есе көп барған, яғни біз мына 132 оқушыны 2-ге көбейтеміз, 2 есе артық деп тұрғаннан кейін. Яғни балалар бізде 130-ды 2-ге көбейткенде 260 деген сан шығады. 260 бізде балалар, яғни опера және балет театрына барған оқушылардың саны екен. Енді балалар, бұл жерде бізде қуыршақ театры мен опера және балет театрына барған оқушылардың саны белгілі, Енді осы екеуінің біз санын қосып аламыз. Яғни 130-ға 260-ты қосып алғанда бізде 390 оқушы барған екен. Қуыршақ театры мен опера және балет театрының екеуін қосқанда бізде барлығы 390 оқушы барған екен. Енді бізде балалар өздерің білетіндей мектеп бойынша толық 485 оқушы барды, 485 оқушы барды. Осы 485 оқушыдан қуыршақ театры мен опера және балет театрына барған оқушылардың санын азайтып тастаймыз, яғни 485-те мына тұрған 390 санын азайтамыз. Сонда бізде балалар 95 деген
сан шығады. Яғни балалар жауабында драма театрына 95 оқушы барды деп осылай жазамыз. Бұл есеп бізде балалар осылай шығады екен балалар. Енді келесі бізде балалар нөмірі 5-ші есеп қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр дейді. Бірінші бізде балалар А есебі. Бірінші күні 160 билет дейді, екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық дейді, үшінші күні қанша билет дейді. Ал барлығын қосқанда бізде балалар 810 билет шығуы керек екен. Енді балалар бұл есепті біз қалай шешеміз? Шешуінде біз балалар бірінші, екінші күні қанша билет болғанын біз біліп алуымыз керекпіз. Яғни ол үшін біз, яғни екінші күні бірінші күннен қарағанда 2 есе артық деп тұрғандықтан біз балалар 160-ты бірінші күні болған билетті 2 есеге көбейтеді екенбіз. Сонда бізде балалар 320 шығады. Бұл бізде балалар екінші күні болған билеттердің саны екен балалар. Енді балалар біз бірінші және екінші күннің билеттерінің санын қосып аламыз. Яғни 160-қа 320-ны қосып аламыз. Сонда бізде балалар 480 деген сан шығады. Бұл бізде балалар бірінші және екінші күндердің билеттерінің саны екен. Яғни барлығы осынша болған екен. Енді бізге балалар үшінші күннің билетінің санын табу үшін біз барлық билеттердің санынан, яғни 810 билеттен осы бірінші және екінші күнгі билеттердің санын азайтамыз. Яғни 810-нан 480-ді азайтамыз. Сонда бізде балалар 330 билет болды. Енді балалар жауабында біз үшінші күні 330 билет деп жазып қоямыз. Бұл есеп бізде дәл осылай шығады екен балалар. Келесі бізде балалар 5-ші есептің А есебі. Бірінші кітапта 340 бет дейді, екінші кітапта қанша бет дейді. Яғни екінші кітапта балалар бізде бірінші кітапқа қарағанда 2 есе кем дейді. Енді бізге балалар осылардың барлығы, яғни балалар екінші кітап, бірінші кітапқа қарағанда неше бет артық екенін табуымыз керек екен бізде балалар. Енді біз шешуінде былай жазамыз балалар. Шешуінде біз балалар 340 бетті біз 2 есе кем деп тұрғаннан кейін 2-ке бөлеміз. Яғни екінші кітапта неше бет барын табу үшін 2 есе кем деп тұрғандықтан 2-ке бөлеміз. Сонда бізде балалар 340-ты 2-ке бөлгенде 170 шығады. Яғни балалар екінші кітапта 170 бет бар деген сөз. Енді балалар біз бірінші кітап екінші кітапқа қарағанда неше бет артық екен білу үшін осы 340-тан, яғни бірінші кітаптың бетінен екінші кітаптың бетін азайтып тастаймыз. Яғни 340-тан 170-ті азайтамыз. Сонда бізде балалар 170 бет қалады екен. Яғни балалар жауабында біз 170 бет артық деп жазамыз. Яғни балалар бірінші кітап екінші кітапқа қарағанда 170 бет артық екен. Келесі бізде балалар нөмір 6-шы есеп, есептеп дұрыстығын тексер дейді. Бірінші бізде балалар 41 көбейтілген 2. Бұл бізде балалар 82-ге тең екен. Келесі 639 бөлінген 3. Бұл бізде балалар 213-ге тең екен. Келесі 33 көбейтілген 3, бұл бізде балалар 99-ға тең. 3-3-ке көбейтеміз 9, одан кейін 3-3-ке көбейтеміз 9, 99 болады. Келесі 248-ді бөлеміз 2-ге. Бұл бізде балалар 124-ке тең екен. Келесі 23 көбейтілген 3, бұл бізде балалар 69-ға тең екен. Келесі 82 бөлінген 2, бұл бізде балалар 41-ге тең екен есебіміз. Келесі бізде балалар 96 бөлінген 6. Бұл бізде балалар 16-ға тең екен. 51-ді 3-ке бөлсек, біз 17-ге тең екенін білеміз балалар. Енді келесі бізде балалар 428-ді 2-ке бөлеміз. Бұл бізде балалар 214-ке тең екен. Ал 69-ды 23-ке бөлетін болсақ, бұл бізде 3-ке тең екенін білеміз балалар. Осылай балалар дәптерімізге қатесіз жазып аламыз. Келесі бізде балалар 7-ші есеп, А есебі. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз дейді. Олардың мәнін тап дейді. Яғни балалар бұл жерде кестеде берілген, сол бойынша біз шығаруымыз керекпіз. Яғни қосылғыш бізде ол 630, одан кейін екінші қосылғыш бізде 36 бөлінген 3 дейді. Яғни бізге қосындылардың мәнін тауып шығаруымыз керек екенбіз.
Яғни 630 қосылған дейміз, бірінші қосылғыш. Жақша ішінде 36 бөлінген 3 болады. Тең 630 қосылған 36-ны 3-ке бөлсек, бізде балалар 12 деген сан шығады, Енді 630-ға 12-ні қоссақ, бізде 642 деген сан шығады екен балалар. Одан кейін балалар, 52 көбейтілген 2 бірінші қосылғыш, одан кейінгі екінші қосылғыш бізде 300 екен. Жақшаның ішінде 52 көбейтілген 2, жақша жабылған, қосылған 300 болады. Тең 52-ні 2-ке көбейткенде бізде балалар 104 деген сан шығады екен. 104-ке 300-ді қоссақ, бізде балалар 404 болады екен. Келесі бізде балалар қосылғыш бірінші 18 көбейтілген 3, екінші қосылғыш 120 қосылған 360 екен. Енді осыны шығарайық. Жақша ішінде 18 көбейтілген 3 болады, жақша жабылған, қосылған, жақша ашылған 120 қосылған 360 болады екен. Тең болады. Балалар 18-ді 3-ке көбейткенде бізде 54 деген сан шығады екен. Оны қосамыз, 120-ға 360-ты қосқанда бізде 480 шығады екен, Енді бізге балалар осы жерде тұрған 54 пен 480-ді қоссақ, 534 деген сан шығады екен, Яғни бұл есептің жауабы 534 екен. Келесі бізде балалар, бірінші қосылғыш 700, одан кейін 25 көбейтілген 4 дейді. Осы есепті шығарайық. 700 қосылған болады, қосылғыш. Жақша ашылған 25 көбейтілген 4, жақша жабылған, тең болады. 700 қосу жазып аламыз, жақшаның ішіндегіні бірінші орындаймыз, 25-ті 4-ке көбейтсек, бізде балалар 100 деген сан шығады екен. Енді біз балалар 700-ге 100-ді қосатын болсақ, бізде 800 деген сан шығады екен балалар. Бұл есеп бізде дәл осылай шығады екен. Келесі бізде балалар 7-ші есептің А есебі. Яғни бұл жерде балалар керісінше азайғышқа байланысты, азайту амалына байланысты бізде есептер берілген екен. Яғни бізде балалар азайғыш 50 көбейтілген 3 дейді, азайтқыш 80 екен. Осының мәнін, яғни айырмасының мәнін табуымыз керекпіз. Яғни балалар бұл есепті былай жазамыз. 50 көбейтілген 3 жақшаның ішінде азайтылған 80 тең болады. Балалар 50-ді 3-ке көбейтсек бізде 150 деген сан шығады екен, Одан 80-ді азайтсақ бізде 70 деген сан шығады екен. Осылай балалар, айырманың мәні бізде 70 шықты, біріншісінде. Енді екіншісінде бізде балалар азайғыш 650, азайтқыш 120 бөлінген 6 екен. Бұл жерде балалар 650 азайтылған, жақшаның ішінде 120 бөлу 6 деп жазамыз. Тең болады. 650 азайтылған, 120-ны 6-ға бөлетін болсақ, бізде 20 деген сан шығады екен. Енді балалар, 650-ден 20-ны азайтатын болсақ, бізде 630 деген сан шығады екен, Яғни бұл жерде айырманың мәні 630-ға тең екен. Келесі бізде балалар, азайғыш 760, азайтқыш 20 қосылған 30 екен. Енді балалар, бұл жерде бұл есеп бұлай шығады. 760 азайтылған, жақшаның ішінде 20 қосылған 30, жақша жабылған тең. Енді бұл жерде 20-ға 30-ды қосатын болсақ, 50 шығады екен, Енді 760-тан 50-ді азайтқанда бізде 710 деген айырманың мәні, яғни 710-ға тең болады екен. Келесі соңғы бізде балалар, азайғыш 90 көбейтілген 9, азайтқыш 400 екен. Айырмасының мәнін табайық, Яғни, жақша ішінде 90 көбейтілген 9, жақша жабылған, азайтылған 400 болады. Тең 90-ды 9-ға көбейтсек, бізде 810 шығады екен. 810-нан 400-ді азайтсақ, бізде 410 деген сан шығады екен. Яғни балалар, айырманың мәні 410-ға тең екен. Бұл есепті дәл осылай дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Келесі бізде балалар 8-ші есеп теңдеулерді шеш дейді. Яғни балалар, бұл жерде 3 теңдеу берілген екен. Солған байланысты теңдеулердің жауабын табуымыз керек біз. Енді бізде балалар, біріншісі x көбейтілген 30 тең 1000 азайтылған 730 дейді. Бұл жерде балалар, x көбейтілген 30 болады, тең 1000-нан 730 азайтқанда бізде балалар 270 шығады екен, Енді бұл жерде x-тің мәнін табу үшін бізге балалар 270-ті мына 30-ға бөліп жібереді екен. Сонда бізде балалар 270-ті 30-ға бөлгенде x-тің мәні 9-ға тең болады екен. Енді теңдеуіміз дұрыс шықты ма білу үшін осы 9 санын мына x-тің орнына қойып тексеріп көреміз. Яғни балалар, 9 көбейтілген 30 тең, 9-ды 30-ға көбейтсек бізде балалар 270 шығады екен. Одан азайтамыз, 1000 азайту 730.
мыңнан 730 азайтқанда бізде балалар 270 шығады, иә? Яғни екі жағы тең, теңдеу дұрыс шықты деген сөз екен. Келесі бізде балалар екінші 880 бөлінген y тең болады 535 азайтылған 491 болады екен. Енді бұл жерде балалар 880 бөлінген y болады, 535-тен 491-ді азайтқанда 44 деген сан қалады екен, иә? Енді балалар бізде y-тің мәнін табу үшін біз 880-ді мына 44-ке бөліп жібереді екенбіз, иә? Сонда бізде y-тің мәні 20-ға тең болады екен. Енді осы 20-ны мына тұрған y-тің орнына қойып, тексеріп көрейік. Яғни 880-ді 20-ға бөлгенде бізде 44 шығады. 535-тен 491-ді азайтсаң, бізде бұл жақта да 44 шығады. Яғни балалар екі жағы тең деген сөз, теңдеу дұрыс шықты. Келесі үшінші бізде балалар А азайту 45 тең болады 389 азайтылған 254 дейді. Енді балалар А азайту 45 деп жазып аламыз, тең 389-дан 254 азайтқанда бізде балалар 135 қалады екен. Енді А-ның мәнін табу үшін балалар бұл жердегі 135-ке мына 45 санын қосып жібереміз. Сонда бізде балалар А-ның мәні 180-ге тең болады екен. Енді осы 180 санын біз балалар мына А-ның орнына қойып тексеріп көреміз. 180 азайтылған 45 тең болады 389 азайтылған 254. Яғни балалар екі жағында да бізде балалар 135 деген сан шығады. Сол себепті бұл теңдеу бізде дұрыс шықты деген сөз балалар. Келесі бізде балалар 9-шы есеп көбейтудің терімділік және ауыстырымдылық қасиеттерін қолданып өрнектерді есепте дейді балалар. Яғни балалар бізге бұл жерде терімділік және ауыстырымдылық қасиеттерін қолданып, осы көбейтулерді біз тиімді жолмен шығаруымыз керек екенбіз. Мысалға балалар бірінші бізде жақша ішінде 25 көбейтілген 5, жақша жабылған көбейтілген 4 дейді. Бұл жерде балалар біз былай өзгертіп, яғни өзімізге ыңғайлы қылып есептеуге болады. Яғни 25-ті мына 4-ке көбейтіп жіберіп, 25-ті 4-ке көбейтіп осылай жазып аламыз. Жақшаның ішінде одан кейін көбейту 5 десек болады. Себебі 25-ті 4-ке көбейткенде бізде балалар 100 шығады, 100-ді 5-ке көбейткенде өздерің білетін 500 деген сан шығады. Яғни осылай шығаратын болсақ, сендерге тиімдірек болады. Келесі екінші бізде балалар 2 көбейту жақша ішінде 48 көбейтілген 5. Бұл жерде балалар 2-ні көбейту 5 деп алып, мына 2-ні 5-ке көбейтіп жіберіп, одан кейін барып көбейту 45 десеңдер болады. Тең 2-ні 5-ке көбейткенде сендерде балалар 10 шығады, 10-ды 45-ке көбейтсеңдер, сендерде 450 деген сан шығады екен. Келесі бізде балалар 4 көбейтілген 6 жақшаның ішінде жазылады, көбейтілген 25 дейді. Тең болады. Балалар бұл жерде де біз бірінші осы 25 санын 4-ке көбейтіп жіберіп, одан кейін 6-ға көбейтсек болады екен. Яғни 25-ті 4-ке көбейткенде бізде балалар 100 деген сан шығады, оны көбейтеміз 6-ға. Яғни балалар 100-ді 6-ға көбейткен бізде жеңіл шығады, яғни 6-ны 1-ге көбейтеміз дағы, артына 2 нөлін тіркей саламыз. Сонда 600 деген сан шығады екен. Келесі 4-ші бізде балалар жақшаның ішінде 20 көбейтілген 8 жақша жабылған көбейтілген 5 дейді. Бұл жерде де балалар бірінші 20-ны 5-ке көбейтіп жіберіп, одан кейін барып 8-ге көбейтсек болады екен. Яғни 20-ны 5-ке көбейткенде бізде балалар 100 деген сан шығады, 100-ді 8-ге көбейтетін болсақ, бізде балалар өздерің білетіндей 800 деген сан шығады. Келесі бізде 5 көбейту жақша ішінде 6 көбейтілген 20 жақша жабылған. Тең 5-ті бұл жерде де 20-ға көбейтіп жібереміз. Сонда 5-ті 20-ға көбейткенде 100 шығады. Одан кейін мына тұрған 6 саны бар, осы 6 санына көбейткенде бізде балалар 600 деген сан шығады екен. Яғни 100-ді 6-ға көбейткенде өздерің білетіндей 600 шығады. Енді келесі бізде балалар соңғысы 2 көбейтілген 7 жақшаның ішінде көбейтілген 5 дейді. Тең дейміз. Балалар бұл жерде де бізде есеп өте оңай шығады. Егер сендер 2-ні 5-ке көбейтіп, одан кейін барып 7-ге көбейтсеңдер. Яғни жақшаның ішінде 2 көбейтілген 5, жақша жабылған көбейтілген 7. 2-ні 5-ке көбейтсеңдер, сендерде балалар 10 шығады, 10-ды 7-ге көбейткенде 70 деген сан шығады, яғни 1-ді 7-ге көбейтіп жібересің, 7-ні жазасың, артына 0-ді тіркей саласың, сонда сендерде балалар осында есеп шығады екен балалар,
Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып, біздің арнамызға міндетті түрде жазылып қойыңдар. Себебі біздің арнамыздан өте түсінікті тақырыптарды және өздерің түсінбеген тақырыптарды қарап, есептерді шығарып, бірге сабақтарыңды, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар, балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.